Нормально болады бар. Өздеріңізде? Жақсы бар. Менің әлгі костюмді тіктеп қойдым ба? Костюм. Ат болып кие берейін. Өмір істейсіңдер. Ақыры өртеп тындырдың ба? Бір мәнсін қылармыз, балам. Бір мәнсін қылармыз, көрерміз, алармыз. Немен аламыз да бір туфлик ақша болмай жүр ғой. Балам, Омардың костюмын әкеп берейін. Омар сонда не? Мәскеуге майкамен бару керек па? Қош бол. Балам, жамап берейін. Жамап? Жамап? Енді не маған? Жамал костюм күйеуің қалды ма? Осы үйден береке таппадық қой сендер. Береке? Теміржан! Жұмыс жоқ болса да менен көресіңдер. Ақша жоқ болса да менен көресіңдер. Бір нәрсе бұзылып қалса да менен көресіңдер. Ұлым, мен де адаммын ғой, ұлым. Қит етсе көздерінің жастары дайын тұрады еді. Алло. Я мына жақта бір шаруалармен бас қатырыппын. Давай шығамыз. Балам, қайда барасың? Қашан кетесің? Мен күтпей астаң іше беріңдерші. Теміржан! Күні құсын төрт бөліп көзілмейді. Жақсылығын қаламыз сезінбейді. Құрсағында көтерген анамыздың көтер алмай қаламыз сөзін дейді. Қай күйдені шотады жағлап, қай күйдені шотады лапылдаған отпенен, өз күйдесін шолтуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, балаңа да сен керек, кезек бетек ауысатын ғұмыр ғой бұл. Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз, құрғақ сөзге құмармыз ау ылғи біз. Ыстық асынды ішіп алып ананың айтқан сөзін құлаққа да Түнде жорытсаң түнде жорытсаң өзің үшін алаңда, кірпігілей жататынын білмейміз. Жақсы көрем, жаным, ана дегенді, неге осы күнде айтып жүрмейміз? Кеше дайындығыңызды апай тексеруге келді дей ме? Неге бәрі жерде мешкел әлемі? Қашшы дейді. Жақсы бәрі, нормально, рахмет. Теміржан көмегейін көтеруге ән айтайын. Керек емес. Ешқандай ән. Кете беріңдерші ба, пожалуйста. Кет. Керек десем маған. Бауырым, не болды саған? Үйде кішкене анаммен сөзге келіп қалған ғой. Бауырым, қойсаңшы ондайды. Біле білсең, ана деген. Жанарынан нұр, жүрегінен мейірім төгілетін, қалауыңды қабағыңнан, көңіліңді көзіңнен танитын ең жақын жанашырың. Оның қадір қасиеті жоғары. Ол қыздар үшін орны бөлек. Өмірдің өткелдерінде сені қол созып күтіп алатын да, қол бұлғап шығарып салатын да аяулы анаң. Құрсағынан босатса да құшағынан шығармай, мәңгілік сен үшін жаны күйзеліп, сағынған сайын сай сүйегі сырқырап, ұзақ түндерде көзілмейтін де сол анаң. Қанша есейіп кетсек те, анамыз үшін мәңгілік сәби қалпымызда қаламыз.
Олар әрдайым біздің қасымызда. Біздің барлық қателік, кемшіліктерімізді кешіріп, жақсы көреді. Олар біздің жеңістерімізге қуанып, жеңілістерімізді бірге қабылдайды. Иә, анаң ренжиді, налиды, бірақ жылы қабақ танытып, анашым, кешірші, жаңылдым, жаздым деген бір ауыз сөзіңді естісе, жүрегі жібіп, бар махаббатын сарп етеді. Сәби күніңде ауырған кезің есіңде ме? Түн ұйқысын 4 бөліп, бар пейілін саған сыйлаған анаңды бүгінде қаншалықты бағалайсың, құрметтейсің. Еркелікпен шалыс басып, көңілін қалдырған тұсың болса, анаңнан кешірім сұра, көңілін тап. Жас балаша еркелет, жанын салып, барын салып, қорғанышыңа, қолдаушыңа айналған, өзің барда бұл өмірде орны бөлек, жүрегіңе нұр шашатын абзал жанның қадірін біл. Анаңдай ғазиз, мейірбан, табылар саған қай жерде. Дұрыс айтасың. Ендеше мен анама қарай, жақсы, келісеміз. Апарал, кешір, анама қарай. Омырауын тоса білген сұратпай, сізді бір кез қалып едім ұнатпай. Мүмкін ана махаббаты шығар бұл, мені себеп, келе жатқан құлатпай. Арманымды ақтармын ба, жүрегімді тербесен, айға сіңлі қарындасың қасиетті жерге сен. Мен өзімді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сендік қуат, мың есе артық жерден тарту күшінен. Сен жаратқан адаммен, көк жүзінің қарсылығын қағып тастап барам мен. Сенді қуат болар бәлкім, басын еді көк маған, әркез сенен туғанымды мақтан етем. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін, ұмыт қалмау үшін менің шарқ ұрады жүрегім. О адамдар, ана керек адамға. Анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптық та дер. Даналықтың қажеті жоқ.
Сыйлау үшін қадамы! Сен